10-шы облыстық Дельфи ойындары Атырауда жалауын желбіретті. Ойындар Атырау облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының қолдауымен жастар таңдауы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтті. 10-шы облыстық Дельфилік ойындары дарынды талантты жастарды қолдау және таныту, Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерінің негізінде жас буынның патриоттық санасын қалыптастыру және өз еліне деген сүйіспеншілігін арттыру. Дүние жүзінде қалыптасып келе жатқан Дельфилік ойындар өнерінің жоғарғы форумы идеясын іс жүзінде дамыту, еліміздің мәдени құндылығын сақтау және арттыру, жастарды төзімділік рухта тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылды. Қала мен барлық аудандардың түкпір-түкпірінен келген жас таланттылар конкурстық бағдарламаның 15 номинациясы бойынша сайысқа түсті. Конкурстық бағдарлама 2 жас санаты бойынша жүргізілді. Кіші топ 15-18 жас, үлкен топ 19-23 жас аралығында құрылды. Фортепианода жеке орындауда бірінші орынды иеленген Кенжеғарина Ляззат. Баян аккордеонда жеке орындауда бірінші орынды Көшеров Ерік иеленді. Ұлттық аспапта домбырада жеке орындауда бірінші орынды иеленген Қайратов Зұлқарнай. Ұлттық аспапта домбырада жеке орындауда бірінші орынды иеленген Зейнденов Әнуар. Ұлттық аспапта домбыра шертер жеке орындауда жеңімпаз атанған Жұмағалиев Тұрлан. Ұлттық аспапта қобызда жеке орындауда бірінші орынды Қонсова Мәдина иеленді. Эстрадалық ән салуда жеке орындауда бірінші орынды Сағындық Айдана қалды. Халықтық ән салуда жеке орындауда бірінші орынды Шынғалиева Дариға алды. Қазіргі заманға биден жүлделі орынды жеңіп алған Суперсоник би тобы. Бейнелеу өнері номинациясы бойынша бірінші орынды Ғизатуллаева Арайлым иеленді. Халықтық көркемдік кәсіп және қолөнер сайысы бойынша бірінші орынды Жәнібек Нұрсүйік иеленді. Көркем сөз оқудан бірінші орынды Сағынбаев Ержан алды. Жүлделі орынға ие болған жастарымыз маусым айының 23-29 жұлдыз аралығында Орал қаласында өтетін 10-шы республикалық Дельфи ойындарына қатысады. Облысымыздың талантты жастарына сәттілік тілейміз.